Қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай бикеш саусақтары деген торт дайындайтын боламыз. Жасалуы өте оңай және заттарының бәрі қолжетімді бағада. Алдымен бізге керек заттар: 100 грамм сары май, 5 жұмыртқа, тұз жарты қасық, ұн, сосын су керек. Міндетті түрде осындай темір ыдыс болғаны дұрыс, өйткені біз қазір суымызды газге қойып қайнатамыз. Суымыз осылай қайнаған кезінде үстіне сары майды салып ерігенше араластырып тұрамыз. Біздің майымыз толықтай еріді. Тұзымызды салып араластырып жібердік. Астын жай басып, енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды салған кезде тезірек араластырып тұруымыз қажет. Өйткені ішінде түйіршіктер болып қалуы мүмкін. Сондықтан тезірек осылай араластырғанымыз жақсы. Біздің қамырымыз бірігіп, осындай әдемі масса шығып жатыр. Үздіксіз осылай араластырып тұрғанымыз жақсы. Астын жай отта қойып қадағалап тұрыңыздар, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Қамырымыз осылай асты жай жабыса бастаған кезде оттан алып, жұмыртқамызды бір-бірден салып миксерлейміз. Барлық жұмыртқамызды салып осылай миксерлеп алдық. Енді бізге осындай кондитерлік қалташамен осындай шұңғыл ыдыс керек. Менің үйде осындай насадка бар екен, сонымен жасайын деп жатырмын. Сіздерде ондай болмаса, қалташамен құя беріңіздер. Барлық тестімізді осы қалташаға құйып аламыз сыйғанынша. Табамызға пергамент қағазын төсеп, арасын осылай ашық-ашық қып құямыз, өйткені тестілеріміз үлкейетін болады. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Қызып тұрған 200 градус пешке 25-30 минутқа жібереміз. Біздің эклеріміз дайын болғанша кремді жасай берейік. Сметанамызға қант ұнтағын қосып миксермен араластырамыз. Қараңыздар, бізде осындай қою крем пайда болды. Қараңыздар, менде осындай әдемі үлпілдек эклер шықты. Осы дайын болған эклерімізді 24 диаметрлі формаға кремімізді жағып орналастырып шығамыз. Осы видеодағыдай эклерді осылай аунатып формамызға орналастырамыз.
барлығын осылай орналастырып шықтық. Мен сәндеу үшін бетін шоколадты ертіп осылай құйдым әдемілеп. Сәндеу жағын өз еріктеріңізде, бетіне ештеңе жақпай-ақ қойсаңыздар да бұл торт өте дәмді болып шығады. Осы дайын тортымызды холодильникке кремі сіңу үшін 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін формамыздан шешеміз. Қараңыздар, біздің тортымыз биік, сондай әдемі болып шықты. Дәмі енді балмұздақ сияқты дәмді болып шыққан. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Айзада. Ас болсын.